Махамбеттің соңғы сөзі. Махамбет ақын өлерінен 2 күн бұрын айналасындағыларға өзінің жан шошырлық сұмдық түс көргенін, түсінде иығынан үзіліп түскен өз басы өзіне қоштау айтып тұрғанын әңгімелеген. Мен түсімде зорлық көрдім, қорлық көрдім ғаламат. Бір таныс қол соғып өтті әлдекімді паналап. Зұлымдықтың жасырынып келетіні жаман-ақ, иығымнан ұшқан басым көкірегімнен домалап. Бара жатты атам екен ақ жайықты жағалап, жүрегімнен аққан қанға боялыпты баралап. Жә, бұл түсім тегін емес мына сойқын заманда. Тіршілікпен қоштасар сәт жетті-ау деймін мағанда. Қоштасар сәт жетті-ау деймін, туған елім еңселім. Бостандыққа шақырып ем, сенің заңғар ақылың ем. Едім әрі өлшемін, жан ашырың жақының ем, және қайсар ақының ем мен сенің. Жұлдыздай боп жанар алдын, ақындықта елден ерек басқа заң, батырлығы жоқ адамнан үлкен ақын шыққан емес ешқашан. Туған елім, арман мұңым, енді сені жетелейді жол қайда. Менің бассыз қалғандығым, сенің бассыз қалғандығың болмағай. Иә, шындықтың ащы даңқы, шындық үшін жалғыз түстім егеске. Ақындықтың басты шарты, басты алса да шындықты айту керек емес пе? Өлімге сан жақын бардым, қорғансыз боп көрінсем де жай көзге. Шындықты айтқан ақындардың бірақ жолы болып еді қай кезде. Көрде де енді сен жайлы ойға батамын. Бұл іңкәрлік созылады қашанға? Кім қаншама шексіз сүйсе отанын, оның татар азабы да соншама. Мен сенемін күні ертең нұрлы үмітпен оянар деп ұлы өлкем. Күліп жайсаң күн ғажайып, ел наласы тарқар деп. Ақымақтар күрт азайып, сұмдар қорқақ тартар деп. Мен сенемін күні ертең пенделіктен тазарар деп ұлы өлкем. Жә, қашанғы баққа зорлық мінгеспек, сенем ертең оттыға отсыз күлмес деп. Тек тұлпарлар ғана алатын бәс бәйге, есектердің мойнында жүрмес деп. Мен сенемін күні ертең ақыл-ойды пір тұтар деп ұлы өлкем. Мына дәурен бұрқан-тарқан ертең қайта өзгерер. Ақындардың сұлтандардан артық сыйлар кез келер. Қадір тұтам қиялдауды, ертең талғам өзгерер. Шындап құлай сүйе алмауды қылмыс санар кез келер. Туған елім, құдіретімсің аңсаған, алдан жарқын күн шыққанша, кескініңді көрмейінше шаршаған. Пасық ойлар тұншыққанша, дулығаны қақ жарып гүл шыққанша, жер астынан қарап жатам мен саған. Әке үкімі. Шомбал жігіт кіріп келді ентелеп. Әке, деді ол кірген бойда. Әке, деді еркелеп. Жүруші едің маған ылғи өкпелі, қоюшы едің мал болмайсың деп мені. Сол сөзіңді сірә қайтып аласың-ау шамасы. Аты шулы Баймағамбет сұлтанның маған берген сыйлығына қарашы. Төрде тұрған әкесінің алдына маң-маң басып барды да, алтын жіппен әдіптелген жағасы сұр ішікті тастай салды баласы. Иә, сөйле, деді әкесі. Қандай ерлік көрсеттің? 2 ай бойы қане қайда жол шектің? Баласы айтты. Топ бастадық 4 адам. Махамбеттің жақыны ықыласты үгіттеп, мақтап, қағып арқаға қосып алдық ортаға. Бұл түгелдей мына ұлыңның ақылы, еркін жетер әңгіме бұл бір таңға. Қапасызда қармақ салып, Махамбетті алдап соғып, басын кесіп сыйға тарттық сұлтанға. Ой, залым-ай, жүзі қара залым-ай, мұнша залым екеніңді қалай келгем танымай. Бұдан өткен зор қасірет бола ма, бұдан өткен зор қасірет бола ма, деп әкесі жас үйірді жанарға. Қабағыңды жаба қалды неге мұң? Әке, сенің қай сөзіңе сенемін? Есіңде ме менің бала күнімде Махамбетті жек көремін дегенің?
Рас ұлым, айтылған сөз оқпен тең. Бір кезде мен Махамбетті жек көргем. Әлде кемшіл шағым ба еді ол ақылға, пенделік қой салған мені тақымға. Оған себеп сенің анаң жасынан ғашық болған сол Махамбет ақынға. Азаппенен атса да асау таңдарым, қайрағам жоқ қызғаныштың қанжарын. Іштен тынып жүре бердім төзген боп, өзін шексіз құлай сүйген жан барын қайран ақын сезген жоқ. Анаң марқұм ол дегенде от жалындап көзінен тамсанатын, нақ бір бақыт табардай әр сөзінен, ұлы ақынға деген іңкар сезімнен көрге бірге алып кетті ол өзімен. Әттең біздің сормаңдайлы жайықта ерлер аз ғой баралатын байыпқа. Тым кеш ұқтым, Махамбеттей батырға бүкіл қазақ ғашық болса айып па? Құдіретті шындығынан танбаған, парасатын ізгілікке жалғаған, ақын деген киелі аққу самғаған, ал ендеше аққуды атқан пендені қай атаңнан көріп едің оңбаған? Бұл салада сен бірінші адамсың, адам емес ең бірінші надансың. Ел дәстүрін, ер дәстүрін қорлаған, нақ мұнандай қасиетсіз оқиға бұрын қазақ топырағында болмаған. Қандай қиын кезеңде де туған ел ақындарын жанын салып қорғаған. Түсінбедім, армандап ең не ұлым, ертең сені қойып желдің өтіне, ызалы ұрпақ түкіреді бетіңе, сол қорлықтан құтқарайын сен ұлым. Және ол зар оңайлықпен тыйылмас, қанымыз бір, жолымыз да шиырлас. Енді сенің кесіріңнен маған да туған жердің топырағы бұйырмас. Жә, не қайыр, налы мейлі налыма, сорлы балам, туыпсың-ау сорыма, өзің түстің өзің қазған орыңа, кеттік кәне, шігіңді ал қолыңа. Ұясына күнде тұр еді батқалы, түксиді меңіреу құм шатқалы. Олар үлкен қара жолға түсіп ап, бір төбенің қасына кеп тоқтады. Мынау төбе саған соңғы шығаршың болатынын ұғарсың. Сен әрине құралайды көз қатқан, атқан оғын маздатқан, менің мерген екенімді ұмытпаған шығарсың, деді әкесі құлазып, нар көңілі дір-дір етіп. Ұмытқан жоқ, деді ұлы. Балам, үміт қызығымның өлшемі өзің едің. Қайғым болдың еңселі, басына шық кәне мына төбенің. Осы арада қалдырамын мен сені. Қараладың қасиетті мекенді, жараладың тұрмастай ғып әкеңді. Мына жолмен өткен жұрттың аузынан Махамбеттің жырын тыңдап жат енді. Мүмкін сонда ұғарсың қатеңді. Кім аяққа басса заңын даланың, ұмытқаны қатал тарих сабағын. Кешір мені, таусылды бар амалым, дала заңы, баба заңы қарағым, деп әкесі қолын алды садағын.